Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге ChatGPT, Pinterest және Gemini көмегімен әдемі тренд суреттерді қалай жасауға болатынын көрсетемін. Промпт жазу қиын деп ойлайсың ғой да. Онда оны да уайымдама. Мен саған оңай жолын үйрететін боламын. Мен осыларды пайдаланып Gemini арқылы нағыз эстетикалық сурет жасап шығамын. Бәрін кезең-кезеңмен көрсетем, соңында нәтиже қандай болатынын өзің көресің. Ол үшін алдымен телефонымызға, егер iPhone болса App Store, Android болса Play Market'тен Gemini'ді, Pinterest'ті және ChatGPT'ді телефондарыңызға жүктеп алыңыздар. Бұлар әрдайым қолданысқа оңай, өте оңай қолайлы приложениялардың бірі. Алдарыңызда көрсетіп кеттім, қалай жүктеу керек. Осы жерде менде бәрі жүктеліп тұрғандықтан Open деп жазылып тұр. Міне ChatGPT. Енді біз алдымен Pinterest'ке кіріп, өзімізге ұнаған суреттерді таңдаймыз. Ол үшін поискке, мысалға Дойчай мама деген сияқты, немесе өзіңізге қандай фотосессия керек, сол тақырыптарды жазсаңыз, сізге сол тақырыбыңызға сай суреттерді шығарып береді. Мен алдымнан шыққан кез келген суретті жүктей салдым. Осы жүктегеннен кейін оны ChatGPT-ге барып, сол суретті жүктейміз. Сол суретті жүктеп болғаннан кейін бізге ChatGPT-ге промпт жазуды ұсынамыз. Міне осы суретке сай промпт жазып бер деген сияқты. Содан кейін ChatGPT бізге сурет жасауға өзінің промптын жазып береді. Сол промптты біз көшіріп аламыз. Көшіріп алғаннан кейін міне алдарыңызда тұр, қазақша, орысша, ағылшынша промпт жазып береді. Соны көшіріп аламыздағыны Gemini'ге апарып қоятын боламыз. Міне мен көшіріп алып жатырмын орысшаны. Одан Gemini'ге кіреміз. Өзіміздің бет әлпетіміз жақын түскен, анық түскен, тіке қараған суретімізді қоямыздағыны жаңағы промптты жазатын боламыз. Мен лицо не меняй деп жаздым, себебі түрді бұл не дегенмен өзгертіп жіберуі мүмкін. Осылай жібердік, міне сурет бізде өңделуде. Қазір қандай сурет шығатынын көрейік. Міне сіздерге осылай сурет айналып, өзі жүктеле бастайды. Міне да сурет дайын болды. Міне менің түрімді өзгертпей, киімімді, шашымды өзгертіп, жаңағы өзім жазған промптқа қарай өзгертті. Одан кейін барлық сондай неше түрлі промпттарды алып жаза бересіздер. Соған орай суреттеріңізді шығара береді. Міне мен екінші мүмкіндікті көріп жатырмын. Міне дәл осылай жасап берді. Ең соңында бірақ түрімді өзгертпе деген сөзді қолдануды ұмытпасаңыздар болғаны. Ал енді промпт жазуға білмеймін, оны ChatGPT түсінбеймін деген кісілер болса, дайын промптты TikTok-тан алуға болады. Ол үшін поискке Gemini Text Idea деп жазсаңыздар, немесе тек Gemini деп жазсаңыздар, сіздерге түрлі жаңағы парақшалар шығады. Сол парақшалардың ішінен қай суреттер ұнайды, сол суреттерге қарасаңыз, комментарийіне кірсеңіз, өздері промпттарын жазып тастап кетеді. Соларды көшіріп аласыздағыны қайтадан Gemini'ге келіп, сол промпттарды қойсаңыздар, сіздерге суреттеріңізді өңдеп береді. Міне алдарыңызда нәтижесі. Осылай өздеріңіз WhatsApp-тарыңызға сол TikTok-тан алып, тарыңызға қойып алсаңыздар, ары қарай жұмыс істеуге өздеріңізге оңай болады табу. Міне тағы да бір көрінісі. Міне алдарыңызға бірнеше суреттердің үлгісін көрсеттім. Дәл солай промпттарды жазу арқылы өз суретіңізді жасап аласыз. Қазіргі таңдағы ашық сабақтарға шақырту, 3D сияқты суреттердің барлығын осылай оңай жасап алуға болады. Сіздерден де нәтиже күтемін. Осылай сурет жасап, комментарийге өз суреттеріңізді немесе нәтижелеріңізбен қалдырсаңыздар болады.